Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дәл осындай керемет бананды коктейльдер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Ең алдымен бізге сүт керек болады, банан и дәл осындай ностальгия мороженесі керек болады. Мен алдын ала бананымды қабығынан тазартып бөліктерге бөліп алдым. Енді блендерімізге 300 грамм сүтімізді құямыз және бөліктерге бөлінген бананымызды саламыз. Ал енді мороженемізді бөліктерге бөліп салатын боламыз. Өте оңай, қарапайым коктейль болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді блендерімізге жайғастырып алып, жақсылап араластыратын боламыз. Достар, менің каналымда басқа да печенье, торттар, тағамдар, десерттердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Енді коктейлімізді дәл осылай басып, тағы жақсылап көпіртіріп аламыз. Біздің коктейлімізде дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай, дәл осындай көбіріп әдемі болып шығады. Енді коктейльдерімізді ыдыстарымызға жақсылап құйып аламыз. Қалауыңызға қарай безендірсеңіздер болады. Мен дәл осылай безендіріп алдым. Өте дәмді, ерекше, әрі қарапайым, оңай коктейльдер болады. Балаларыңызда сүйіп ішетін жаздың күнінде өте дәмді коктейльдер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал сіздерге сәттілік.